Демек, Аргентинада бизнесіңіз бар, Бельгияда бизнесіңіз бар, Қытайда бизнесіңіз бар, Францияда бизнесім бар. Францияда бизнесіңіз қандай? Францияда бизнес киім шығарамыз. Киім шығарасыз. Иә, жоқ, менің партнерім бар. Дворник болып қызмет жасапсыз. Көшені көрген кезде сол еске түсетін шығар. Сол жағын айта кетіңізші. Сөйтіп сол ауланың дворнигі болдым. Мына қыста осындай қар жауатын, қар жинайтынбыз, күзде жаңбыр, жапырақ түсетін, жапырақты түзетеміз. 31 жасыңызда Қазақстанға қанша инвестиция? 30 миллион доллар тарттым. 30 миллион доллар бағанағы заводты алып келген кезде. Шыныңызды айтыңызшы, сізге түрлі қысымдар болған жоқ па? Жүке бізбен бөліс, атқат қалдыр. Біздің де бала шағамыз бар ғой деп. Болды. Егер құпия болмаса, қанша сізден қаражат талап етті? Ол кісімен мен сұхбаттас болғам. Заманбек Нұрқаділовпен. Иә, Заманбек Нұрқаділовпен ол кісінің мен кабинетінде болғам. Өте сондай бір мықты кісі болатын. Сіз мақтаншақсыз ба? Оны мен айта алмаймын. Оны мен айналамдағы маған сөз өте алатын адамдар айтса айта алады. Өте қиын сұрақ, Нұрсейіт. Мен шыдайын деп едім, шыдатпадым. Шыңға шығып, дөңге бірақ құлдилап құлап, өмірдің түрлі соққысына қарамастан қайта тұрған танымал меценат, Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығы басқармасының төрағасы Жұмабек Жанықұлов ағамыз уақыт көрсету бағдарламасының кезекті қонағы. Өзіңізді көргеніме қуаныштымын аға. Рахмет, мен де қуаныштымын. Сұхбатқа келісім бергеніңізге рахмет. Осындай қазір білесіз ғой, енді уақыт деген тапшы кезең. Бетімді қайтармастан осы уақытыңыз бөліп жатсыз. Жай күйіңіз қалай бүгінгі? Жақсы, керемет, әдемі. Сұхбатқа бекер келісім бердім деп отқан жоқсыз ба? Жоқ, ондай ниетке әлі, ондай сөзге әлі жеткен жоқпын. Бірақ тегінен сыйынан шығып кетпесек деген ниетпен, халқым дұрыс түсінсін деген ниетпен сізге келісімді бердім. Сондай сұраныс болған екен. Сосын алдағы сұхбатта, Әлібекпен болған сұхбатта комментарияларды айтып жатыр. Қазақша сұхбат берсеңіз деп. Соны да бір орындаған болғандықтан сондай келісімге келдім. Енді сұрақты мен сізден мынадан бастайын. Мен қателеспесем, Токиодан қоламен оралған кезде Елдос Сметовке өзіңіз 2021 жылғы жаңа Мерседес автокөлігін сыйладыңыз. Енді өзгелер енді білеміз ғой, не сыйлап жатқанын. Бірақ сіз оны бір жақанға жар салған жоқсыз. Ойбай, мен беріп жатырмын, үйді отырмын деп. Ең басты сол жерде Елдосқа айттыңыз, ескі кимоноңды берсең болғаны, соның өзі маған жетеді деп. Біздің Елдоспен келіскен шарт бойынша барды бұны кимоносымен машина. Иә. Мен Елдос бауырымыз Елдосқа Токиоға кетпестен бұрын бір жарым шама ай бұрын таныстым. Сонда ол Астанада біздің таныстарымыз, інім бауырым, Руслан деген бауырым таныстырды. Сонда ұнаған, жүзі жарық, сондай көзі жанып тұр. Сондай бір аға, мен қолымнан келген бәрін жасаймын. Бұл менің кәсібім, Қазақстанның туын желбіретем. Сондай бір мощный энергетикасы болып тұрды. Сөйтіп мен айттым, енді саған тәуекел, барда Қазақстан туын желбірет, соған тілектеспіз. Сосын мен оған мынандай нәрсе айттым. Сен чемпион болсаң, ел сені құрметтейді, сені көтереді. Құдай қаласа елдің программасы бар, алтын алғанға $250 мың ақша береді, сосын облыс квартира береді, сені құрметтейді, паш етеді. Сосын 6 айлық сенің еркелігіңді көтерем дедім. 6 айдан кейін қайтып өзіңе кел, адам бол деп айттым.
сенің еркелігіңді халық және мен 6 ай көтеруге чемпион болғаннан кейін мен разымын дедім. Бірақ чемпион болып кел деп, соны ақ жолға шығарып салдық. Сосын жаңағы Токиода болып жатқан кезде, жаңағы тағы да бір, енді ол кезде білесіздер ғой, анау жаңағы Сырым деген біздің Сырымбек бауырымыз, ол кезде ол, по-моему, бір жақтан бір жаққа ұшып келетті, ол самолетте отырып онлайн көріп жатты. Біз Қазақстанда отырып оны көре алмадық. Жаңағы кімнің, Елдостың күресін әртүрлі жағдаймен көре алмай қалдық. Сонымен кейіннен мен запистен көрген кезде, ол жаңағы өзінің қарсыласы Жапон, жаңағы полуфиналда күрескен кезде, мен өзім көрдім. Мен жаңағы қатты бір спортсмен емес, оны ұтқанын көрдім. Ол енді бәр жегенін салып, жаңағы 11 ма 17 минуттай күресіп, ананы тұншықтырып жатқан кезде, мен ұтты деп сөздім. Сосын кейіннен бұның жаңағыдай, уже бронзаға күрескен кезде, енді бұл Токиода болып жатыр, дзюдода болып жатыр. Сондықтан ол жердегі жаңағы әртүрлі жағдайларға байланысты спортта кішкене енді айту керек, саясат қой. Сонымен жаңағы Елдостың нәпақасын алып қойған сияқты болып қалды. Сосын солдан шыққан кезде мен звондадым оған. Неғама, қанжыма, саған жақсы сыйлығым бар. Ана кимоноңды ешкімге айтып қойма дедім. Сөйтіп, ол кезде мен оған жаңағында мәшіне беремін, или бермеймін деген ондай ой болған жоқ. Сосын жігіттерге айттым, маған су жаңа машина табыңдар. Қазір енді білесіздер, машинеде салондар да жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Сөйтіп, дереу іздеп, әртүрлі машина ұсынған кезде мен лайығын табыңдар деп, сол жаңа бұйырып тұр екен. Сөйтіп жаңағыдай аэропортқа келген кезде, жаңағы машина. Бірақ мен оған Токиода кезінде жіберіп қойдым. Жаңағы көңілі көтеріңкі жүрсін, сол жақтағы спортсмендерді де рухын көтерсін деп оған жаңа жіберіп қойдым. Жаңа сүйретті да. Құпия болмаса, көлікті қанша миллион теңгеге алдыңыз? Оны айту керек па? Енді ақыр көлікті беріп отқаннан кейін 30 миллион шамасындай. 30 миллион. Тамаша. Сіздің орныңызда басқа азамат болатын болса, бір Toyota 70 бере салатын еді, бір 12 миллионға. Солай көлік бердім деп, соны дақпырт әңгіме қылатын еді. Енді сұрап жатқаным ғой, өзім білейін деп. Алматының көшелерін көрген кезде не есіңізге түседі? Мен сізге подсказка берейін. Егер мен қателеспесем, мектепте оқып жүрген кезде, сол 10-11 класста сіз дворник болып қызмет жасапсыз. Енді мына көшені көрген кезде сол еске түсетін шығар. Сол жағын айта кетіңізші. Биыл мектепке түскенімізге оқыған физмат мектебіне барғаныма 30 жылдан асқан екен. Сол Қазақстанның тәуелсіздігін алған жылдары мен сол физмат мектебіне келген болғам. Сосын жаңағы негізгі физмат мектебі түлектерді, түлек емес, оқушыларды 10 классқа қабылдамайтын. Олар 9 классқа, 8 классқа қабылдайды. Сөйтіп мен 10 классқа келгендіктен математика пәнінен үлгерім өте нашар болатын. Нашар болғанда сұмдық нашар. 2, кілен 2. Сосын жаңағы ол математика, физмат мектебінің бір тағы да бір несі, Күләш Еркінбековна деген апайымыз болды. Апайымыз жаңағыдай күніге тақтаға шығарады. Сөйтеді жаңағы 10 сұрақ сұрайды, жауап бересің, 11-сіне жауап бермесең 2 дейді. 15 сұрақ сұрайды, 15-сіне жауап бересің, 16-сіне жауап бермесең 2 дейді. Сөйтіп 2 жаңағы карандаспен жаңағы журналға қоя береді. Сонда жаңағы әкем сол жылдары Алматыға жұмыспен келіп қалса керек, мектепке келеді. Сөйтіп Сәуле Абрашевна деген апайымнан сұрайды ғой, мына бала қалай оқып жатыр деп. Қасында досы бар әкем. Есімде жоқ, ол кім екен, мақтанып келген ғой. Сөйтсе жаңағы апай, балаңыз жақсы оқып жатыр, үлгерімі жақсы дейді. Жоқ, көрсетші. Қарындасым жаңағы дейді ғой, жаңағы
сөйтіп алып көріп қалған кезде көкемнің әкемнің көзі мынандай бала сен неғып жүрсің мұнда кеттік ауылға мынау тұрмын сен деп сонда Сәуле Ибрашевна апайымыз класс жетекшіміз мен әкемнен аман сау қалып қалған жоқ бұл әлі үлгереді бұл екі деген ол ауылдың бесінен көп деп сөйтіп жүріп жаңағы Күләш Еркінбековнаның математика пәнінің мұғалімі апайымыз айтады балам сен мына түріңмен мектепті бітіре алмайсың сен репетитор жалдауың керексің дейді әкеңнен ақша ал да репетиторға ақша төледі оқымасаң келесі 90-да өте алмайсың мына түріңмен деді сосын мен айттым апай мен әкеме айта алмаймын әкем айттым деген сөз ауылға қайттың деген сөз сосын сол мәселені Сәуле Ибрашевна апайыма барып айтам апай айтады онда болса мен сені осы жерге осы мектептің ауласының дворнигі боласың деді боламын деді сөйтіп сол ауланың дворнигі болдым мына қыста осындай қар жауатын қар жинайтынбыз күзде жаңбыр жапырақ түсетін жапырақты жасайтынбыз сонда мен есімде мынау физматтың түлектерінің 10 жылдығында класстастарыммен жолдасқан кезде олар менің дворник жұмыс екенімді сол кезде естіген көпшілігі білмейтін де себебі біз таңғы сағат 5-те тұратынбыз жаңағы қораның бәрін тазалайтынбыз сөйтіп барып қайтып жатып жуынып шайынып сағат 7:30-да таңғы асқа келіп ары қарай мектепке оқып сол мектептен кейін репетиторға барып сөйтіп жаңағы бір тоқсанда 2 жылдық математикадан қалып баратқан дүниемді білімімді жетілдіріп сөйтіп ары қарай алып кеткен жайым бар сонда мен бір 6 ай ма 7 ай ма жаңағыдай не болдым дворник болған жағдайым бар нақты сұрақ қояйын соған нақты жауап беруге тырысыңыз сіздің заводыңыз бағанағы банкрот болғаннан кейін енді бағана айтып кеттім ғой таксовать етіп күніңізді көріп кейіннен бағанағы Halliburton деген компанияның қызығушылығын оятып сол жақтан инвесторларды тартып аяқтан тұрдыңыз осы жағына тоқталып кетіңізші аға бұл енді басқа адамдар үшін бір ақылға кішкене қоныңқырамайды да мысалға қалайша бұл азамат барып әлемдік брендке айналған Halliburtonды елге алып келіп бағана оларды инвестиция тартқызып өзінің көздеген мақсатына жетеді бұл кішкене сказка ғой дейді ол енді шынымен де қазіргі жайтты қарасаң ол шынымен де бір сказка сияқты қиял сияқты болып көрінуі мүмкін бірақ енді түбінде болған нәтиже мен алдыңғы сұхбатымда орыс тілінде бергенде мен оның маған қарасты жағын айттым менің жаңағыдай шынымен де банкрот болып сосын Halliburton компаниясына Қазақстаннан кішігірім өндірісті кальций карбонатты жеткізіп сатып сосын Қазақстанда өндіріс ашайық деген жолмен ол кісілердің жаңағыдай есіктерін 7 жыл 2 жыл олардың есігін қағып 7 жыл біздің өкіметтің есігін қағып сонда нәтижесінде болды енді ол жерде сол кездерде болған кейбір оқиғаларды айтып берейін ол жерде жаңағы мен жұртқа бұны айтып жүретін мен Halliburton партнерімін мен Halliburtonмен завод жасағам деп былай іс жүзінде әлі емес тұғын бірақ көп адамдар куәгер сонымен айтып жүріп сосын әрекетін жасап жүріп соның арқасында жаңағыдай анда барып мұнда барып оны доказать етіп оны дәлелдеп жүріп сосын түсіндіріп осындай болады мұндай болады деп жүгіріп жүрдім ғой сөйтіп жаңағыдай жыл өткен сайын Halliburton жағы менің ынтамды көрді сосын менің табандылығымды көрді сосын сол өндірістің не екенін түсінді сосын ол өндірістің бизнестің қыр-сырын біледі деп олар мені сынады деген сияқты солар сосын 2011 жылы мені партнер қылып ресми түрде не қылды қабылдады сөйтіп 2014 жылы біз заводтың құрылысын бастадық 2015 жылы заводты бітірдік енді мен қазір сіздерге айтып бөлісіп кетпек болған бизнестегі тәжірибем
кез келген бизнесте 3 жолдан тұрады. Біріншісі қиял, екіншісі табандылық, үшіншісі ол әрекет. Енді осы үшеуінің қайсысы ең маңызды деп ойлайсыз? Табандылық, жаңа қиял, екіншісі табандылық, сосын жаңа әрекет дедік қой. Халықтан көпшілікте мен сұрасам, жаңағы біреулер табандылық дейді, біреулер қиял дейді, біреулер жаңағы әрекет жасау дейді. Мен айтар едім, бұның ең қиыны ол қиял. Ең қиыны қиял. Мен кез келген адамдан, өзімізден, сен қиялыңды бір жапырақ қағазға жаз десең, жапырақтың 3/1 ғана жаза алмайды. Кез келген адамдан сұраңыз. Жаза алмаймыз. Себебі біздің қиялымыз өте шектеулі. Бірақ енді Алла берген, былай қарасаң, енді қиялдан керек не? Көп қой. Қалағаныңды сұра, қалағаныңды ойла деген сияқты. Бірақ шын мәнінде келген кезде біздің өзіміздің қиялсыздығымыздың бір кемшілігін көреміз да. Сондықтан мен жігіттерге, жас жігіттерге, бизнес кәсіпкер жолына жүрем деген жігіттерге айтатыным, қиялдаңыздар. Ол арман емес, қиялдану. Қиялданыңыздар. Сосын ол қиялданыңыздың арқасында да табандылықпен жүріңіздер. Сосын соның әрекетін жасаңыздар. Сол үш нені жаңағы өзім ойыма сіңдіріп алып, мен азаннан кешке шейін соны жаңағы жұрттың бәріне жоқ нәрсені осыны жасаймын деп, сосын жаңағы Халибертонның жаңағы есіктеріне айттым ғой, 30 мемлекетте бар аралап шықтым, адамдарды танысып шықтым, үйттім. Сөйтіп ойдағыда жаңағы заводты құрдық. Сосын заводты құрған, 2 жылдан кейін Халибертонның қарсы жағынан Джо Тейлор деген қазір Халибертоннан пенсияға шығып кетті 3-4 жыл бұрын. Соны мен пенсияға шыққан екен Қазақстанға әйелімен шақырдым. Сөйтіп Қазақстанға шақырып, енді алдында жұмыспен келіп тұратын. Шынымен де Қазақстан, Шымкентті көрсеттім, Алматыны көрсеттім, Астананы көрсеттім, сосын кәсіпкерлермен таныстырдым. Енді бұл 80 елді басқарып отырған адам ғой. Жаңағыдай. Сосын тағы айтып кететін американдықтар, енді шетелге барып келгендер біледі. Бұлар жаңағы, ол Джо деген жаңағы ағам, ол таңғы сағат 5-те жұмысқа баратын. Таңғы сағат 5-те жұмысқа баратын. Мен жаңағы Хьюстонға барғанда таңғы сағат 7-де жиналыс қоятын. Олардың жаңағы бір принципі. Соны жаңағы Қазақстанға шақырып келгенде мен айтам, ағам, маған енді мен жағы осылай болды жаңағы. Біз енді сіздердің есігіңіздер салып жүрмін, бүйтіп жүрмін, сөйтіп жүрмін. Жаңағы өзімше жаңағыдай өкіметпен жұмыс істеп жатырмын, 37 жыл болды. Сіздің жақта не өзгерістер болды, соны қалай басталып кетті деп одан сұраймын ғой. Сөйтсем ол айтады, мен дейді, өзінің сол кездегі 2007 жылғы кезінде, 2007-де оның бастығы бұған айтыпты. Бір жиналыста, үлкен жиналыста айтыпты. Ей, отыра бересіңдер ма? Ашылсаңдар, мына өндіріс бір жерлерге, мемлекеттің бір жерлеріне ашыңдар. Болмаса, дүниежүзінде мемлекет көп қой, жұмыс істеп жүрген жерлер көп. Сол жерге ақша салыңдар, өндіріс ашыңдар деп бір жиналыс айтқаны бар екен. Сол кезде бұл, мен енді уже пенсияға таяп қалдым. Бір өндірісті жасайын деп ниеттеніпті. Сөйтіп ниеттенген сол шамаларда сенің мейл кеп тұр дейді. Қазақстаннан, жаңа Жұмабек деген қазақ, Қазақстаннан завод соғуға. Сол мейлді алдым да, осыны жасайын деп өзім ниеттендім дейді. Кейін дейді, ол бастығым ауысып кетті дейді. Орнына басқа біреу келіп, 1 жылдан кейін ба, 2 жылдан кейін ба, ол тоқтат деп айтты дейді. Жоқ, мен тоқтамаймын, мен бастап қойдым дейді. Ол кезде біз әлі ортақ жаңағы совместный предприятие дейді ғой. Оны құрған жоқпыз. Біз совместный предприятиені 2011-де құрдық. Бұның оқиғасы 2009-да ол тоқтат деген. Ол айтқан жоқ, тоқтатпаймын. Себебі мен уже бастап қойдым деп жаңағыдай. Соны айтып жатыр да, мен бұл жерде түйгенім, жаратушы үшін, бір Алла үшін жаңағы көш емес, жаңағы әрекет еткен ұтат демекші, жаңағы өз әрекеттерін жасасаң, қиялыңды қойсаң, табандылығын көрсең, Алла тағала бір есікті аша беретін сияқты. Себебі бір американдық компания үшін мен бармын ба, жоқпын ба,
ол өндірістің бұл жерде қаншалықты оларға пайдасы әкелетіні бұл бір анау теңіздегі тамшы сияқты. Ешқандай мән мағынасы жоқ. Ешқандай бір оларға қосып әкелер бір үлесі де жоқ. Соған қарамастан жаңағы Джо деген ағам ғой, енді мен қазір үлкен ағам деп айтайын. Үлкен ағам жаңағыдай жоқ жасайым деп тұрып алды. Қырсықтан или тамадылығын көрсеттім, мен жасайым деп заводты бірге соғып, сосын жаңағыдай бір жылдан кейін ол пенсияға шығып кетті. Сөйтіп жаңағы заводты соғып, біз заводтың ашылуын 2015 жылы 15 декабрьде жасадық. Сөйтіп жаңағы Қарағанды Қаражалдан Астанаға бардық да аэропортта отырдық. Сөйтіп аэропортта отырдық да, енді мен саған бір қызық айтайын ба дейді жаңағы Джо. Айтыңыз десем. Енді дейді, сен 2007 жылы айтқан сөзіңмен 2015 жылғы айтқан сөзіңнің айырмашылығы бар ма, көрейік деді. Саған сол кезде үстіме бір суық қара тер болып кеттім. Аэропортта отырмыз, суықта. Енді деген 8 жыл бұрын айтқан сөзіммен не болды екен, қандай айтсам, сол жаңағы шығарды, компьютерін ашты да, міне сен 2007 жылы мынаны айтқасын. Мынандай нәрсе болды, мынандай нәрсе болған жоқ, мынандай деп жаңағыда прям тозақ сұрау сияқты жаңа салыстырған кезде мен деген жаңағыдай қатты біріншіден неғып қалдым, сасып қалдым. Құдайға шүкір, айтқан сөзімізбен істеген нәрсеміз ол түйіскен сияқты, сәйкес келген сияқты, бірақ уақыт қана. Себебі мен 2007 жыл айтқанда мен 2 жылда шеше қоям, 3 жылда шеше қоям деп айтқам ғой. Ол шешілмеді, бірақ ол жаңа 8 жыл болған ғана оқиғасы болмаса, кейін тағы кішкентай бір нәрсе болған, жаңағы кейбір сәйкессіздіктер деген сияқты. Бірақ жалпы келген кезде ол сәйкес келіп тұр. Сонда айтпақ болғаным, жас кәсіпкерлер жоспарларыңды, пландарыңды жан-жақты ойланып, нақтылап, сөйтіп айту керек. Өтірік нәрсе айтып, ол өтірік нәрсемен бара алмайсың. Ешқандай болашақ құра алмайсың. Сондықтан ол өте маңызды. Мен сол кезде прямо мен 8 жыл не жазған ол кезде мен есім жоқ еді. Жаңағыдай аяқ астынан жаңағыдай сұраған кезде де, сондықтан мен кейінгі жаңағы жас кәсіпкерлерге айтатыным, жаңағыдай шындықтың ішінен, сосын жаңағыдай өтірік даныларды алып, өтірік біреулердің айтқан сөзі, өтірік бірдеңкелерді алып, үйлестіріп бір бизнес план жасауға болмайды. Шынымен бизнеске қарау керек, дұрыс көзқараспен қарау керек. Сонда нәтиже болады деп ойлаймын. Тамаша. Сөзіңізді бөлейін. 2007 жылы сіз нешеде болдыңыз? 31 жасымда. 31 жаста болдыңыз, 31 жаста болдым. 31 жасыңызда Қазақстанға қанша инвестиция? $30 миллион тарттым. 30 миллион доллар. Бағанағы заводты алып келген. Тамаша. Одан кейін осы күнге дейін сіз қазір енді тығыз қарым-қатынаспен жұмыс жасап жалпы сомасын айтыңызшы тартқаны. Мен 100-дің үстінде. 100 миллион доллар. Үстінде. 100 миллион доллардың ішінде сіз тартып бастадыңыз. Үстінде. Үкімет басында отырғандар сізбен қуанатын шығар. Осындай азамат барына шүкір деп. Енді қуанып ол мәселе үкімет қуану деген онда шарт жоқ па? Жоқ, енді дей тұрғанмен бізде енді маңызды ғой. Осындай сырттан қаражаты тартып, елімізде бізде білесің, Қазақстанда шыны керек ине мен түймен өзіміз шығара алмай келатырмыз осы күнге дейін. Өзбек пен қырғызға тәуелдіміз. Енді өндіріс жоқ. Алтын сандықтың үстінде отырғанымыз өтірік емес, бірақ тақыр басым көпшілігіміз кедей екен жоққа шығармайды. Оны кеше Тоқаев мырзаның өзі айтты. Халық 70 мың теңгемен күн көріп жатқан халық жоқ емес деп. Соған айтып жатқанымыз сізбен қуанатын шығар деп мақтанып тұратын шығарсыз да. Енді мен Нұржет бауырым айтайын дегенім, Қазақстанда сондай тапшыл, жаңашыл проекттер, жаңа инвестиция деген сияқты, бірақ бар. Біз оларды білмейміз. Істеліп жатқан жұмыстар бар. Сосын жаңағы мынандай бір нәрсені бір бөліп алғым келеді. Ол кездері сырттан келген инвестиция деген жаңағыдай бір сондай бір не болатын, бір мақсат болатын. Мен сол кездерде айтатым. Іштен келген инвестиция. Іштегі бір кәсіпкер де ақша салса, ол да инвестиция ғой. Оны кері тартуға болмайды.
деген жаңағы менің тұжырым болады. Сондықтан иә, анау дейтіндей көп проект болмаған шығар, бірақ кейбір өңірлерде кішігірім болса да үлкенді кішілі біраз жобаларға ақша тартылды. Себебі енді біз анау бизнесте жүргендіктен кейбір жаңағы оның мысалдарын көзімізбен көргеніміз бар деген сияқты біраз енді Қазақстан ештеңе жасамады деуге болмайды, бірақ шындықты айту керек, көп нәрсе жасауға болар еді. Жасыратын несі бар? Дәл осындай макетті көрген кезде кейбір адамдарға мынандай ой келеді. Елді тонады, содан кейін бұл сорлы байды дейді. Өзіңіз білесіз ғой? Бұлай бұндай завод, фабрика соғу жай адамның қолынан келмейді дейді. Дәл қазір өзім көріп отырмын, қателеспесем, Қарағанды облысында соғыл Асакаров ауданында соғылып жатыр екен. Менің естуім бойынша ТМД-да орны жөні бөлек ең алдыңғы санатта болатын заводтардың бірі болады екен, бұйырса, амандық болса, қай жылы жұмысын аяқтайды? Бірінші фазасын осы жылдың соңында аяқтаймыз. Бұл жұмысты да мен 6 жыл жаңағы бюрократияның табандықтарын ізделем деп жүріп, 1 жылда соғамыз заводты да. Бұйырса. 1 жылдың ішінде бітіресіздер. Біз бастап қойдық уже. Негізі құрылысты бастап қойдық, оборудованың бәрін төлеп қойдық. Олардың бәрі жаңағы пандемияға байланысты гарантия жауып қалды ғой. Соған байланысты кішкене нелер болып жатыр, қиындықтар. Біз былтыр августта облыстың әкімі Қасымбек мырзамен бірге, Жеңіс Қасымбек мырзамен бірге аштық. Жаңағы бастамасын аштық. Сөйтіп жаңағыдай құрылысты бастап кеттік. Бұл жерде айта кетер жайт бар. Ол рас. Өкімет тарапынан да бізге қолдау болды. Оны айтпаққа болмайды. Ол өкімет тарапы жаңағыдай бізге инфраструктура дейді. Электричествомен темір жолды соның жаңағы қаражатын бөліп берді. Одан 10 есе көп біз ақша қаражат салып жатырмыз. Бұл жаққа сөйтіп жаңағыдай заводты соғып жатырмыз. Өкіметтің жақсы жоспарларда, программаларда бар. Ол істемей жатыр деген нәрсе, ол дұрыс емес әңгіме. Ол болып жатыр, көмектесіп жатыр. Бірақ жаңағыдай бұл жердегі бір қызық бір нәрсе, мен бұл жердегі партнерларым бельгиялық компания, техникалық партнеріміз, Кармеус деген үлкен компания. Олар 2015 жылы 4 елде осы проекті бастады. Айта кетейін. Тайвань, Таиланд, Оман, Қазақстан. 2018-де 3 елде бітті. Соғып жұмыс жасап жатыр. Біз Қазақстанды былтыр бастадық. Неге? Кеше айтып жатырмын. Біз бюрократиямыздың келбеті солай. Істейін деп отқан адамға сонда мүмкіндік бермей ма? Жоқ, мүмкіндік береді ғой. Бізде мүмкіндік жоқ деп айтуға болмайды. Бұл мен анау Қарағандыдан журналисттер сұрайды. Сол жаңағы бастамасының ашылып болып жатқан кезде, неге сонша ұзақ дейді ғой? Мен айтам, коррупция ма деп менен сұрайды. Мен айтам, жоқ, коррупция емес, бюрократия десем. Анау журнал түсінбейді. Мен айтам, бюрократия бізде солай. Сондықтан бізде сол жағын түзеу керек. Біз сол жағын кішкене жасауымыз керек, себебі соның салдарынан да біздің қазір енді тағы да індетте қосылып кетті. Жаңағы шындықты айту керек. Індет те бұны ұзатып жіберді. Себебі індет кезінде алдыңғы 20 жылы жұмыс істей алмай қалдық қой. Ешқандай да жұмыс болмай қалды. Енді бізде бағана айтып отырсыз ғой, пандемияның салдарынан да кешігіп қалды деп. Пандемия деген түсімізге кірмеген ол уақытта. Қателеспесем, Алтын Орданың мосты 2015 жылы басталды, 14 жылы. Сонымен халық зар илеп, кептелістен кептеліс көз ашпай,
биыл әйтеуір 7 жылдан кейін бітті. Ойлаңызшы, бір мосттың өзі. Мен Елортаны, Абу-Даби плазаны басқаны айтпай ақ қояйын. Енді өкінішке орай ондай мысалдар көп нәрсе айтты. Шынымен де ондай мысалдар көп. Ол жаңағы кеше Тоқаев мырза да айтып жатыр ғой. Мен сізге бір қызық нәрсе айтайын осы жайтқа байланысты. Осы сырт елден бизнес инвестиция тартып жүрген кездерде көп құқықтық сұрақтар болады. Бір мәселе болады. Сол мәселені мен жеке өзім Министерство финансовға, Министерство экономикаға, Министерство жаңағы индустрия и развитие мир деген министерство 3 мемлекетке тек қана шапкасын өзгертіп, мәтінін бір текстпен хат жаздым. Сөйтіп, белгілі уақыттан кейін үшеуіне хат келді, үшеуінде 3 түрлі жауап. Сосын жаңағы халықаралық деңгейде юристтерден сұраймын ғой. Мұның қайсысы дұрыс? Қайсымен біз ары қарай жұмыс жасаймыз десек, аналардың күйдіргілердің жауабы не білесіз бе? Қай министерстводағы министрдің авторитеті жоғары болса, соныкі дұрыс дейді. Сонда жауап бола ма? Бұйырса, аяқталатын зауытқа келейік. Бұл не өндіреді? Орысшасы бұл вышелачивающий реагент дейді. Бір реагент, химиялық реагент. Несі, мына жерде кен орны бар. Известняк деген. Яғни осы жерде бағанағы бұл болып өзі жатады. Сол біз заводта прямо кен орнының қасына соғып жатырмыз. Біз тасымай үшін бұл экологиялық стандартқа сай осы жерде өнімін шығарып, дайын өнімдерді Қазақстан ішіндегі үлкен полиметалдық заводтарға, алтын шығаратын заводтарға, сосын жаңағы қара темір шығаратын заводтарға, сосын экологиялық проекттерге, мына біздің Қазақстандағы ТЭЦ дейміз ғой, көмір жағып, жылу су мен электричество алып жатқан, соларға қажет экологияны жаңағы жоқ, анау шығып жатқан зиянды газды ұстап қалатын реагент. Осы стандартпен, осындай нәрсемен, мысалға, мен осыдан 3 жыл бұрын Қазақстаннан Министерство экологиядан, Самұрық энергиядан, осы ТЭЦ-тің мамандарын Берлинге, Америкаға алып бардым. Өзім апарып, ол жерде осы жұмыспен көмір жағып, кәдімгідей осындай мекемеде отырған сияқты, ешқандай зиянсыз газ шығарып отырған мекемелерді көз-көзімізбен көріп қайттық. Сосын бұлдан шыққан жаңа технология, анау дүниежүзілік не дейді жаңа орысшасы, ең керекті технологиялардың 100 несі бар. Соның ішіне кіретін технология бұл. Міне достар, өздеріңіз көзайым болып отырсыздар. Жұмабек Жанықұлов ағамыз осы 20 миллионға жуық қазақ елінің жай үйін ойлап, осындай үлкен игіс жасап жатыр. Қандай тамаша, я? Өз елінде, өз жерінде, өзгелер сияқты, керісінше еліміздегі қазақ байлықтардың барлығын сыртқа апарып, вилла соғып, басқа да жағдай жасап, сыртқа тасып атқан жоқ, керісінше сырттан инвесторлар алып кеп, елімізді дамытып жатыр. Мына жерде енді қанша адамды жұмыспен қамтамасыз етесіз бұйырса? Бұл жерде біз 200 мен 300-дей жұмыс жасайды, бірақ бізге қызмет ететін 300-дей адам тағы жұмыс жасайды. Бұған қанша қаражат кетті? Бұған 70-80 миллион доллардай. 80 миллион доллар. Оның бәрі инвесторлар есебінен? Иә, біз өзіміздің қаражат, жаңа кредит алып, жаңа соғып жатырмыз. 30 миллион доллар ең алғаш 2007 жылы тарттым дедіңіз. Шыныңызды айтыңызшы, сізге түрлі қысымдар болған жоқ па? Жүке бізбен бөліс, откат қалдыр, біздің де бала шағамыз бар ғой деп. Болды. Бірақ мен ондай нәрсені жаңағыдай жасай алмайын. Себебі жаңағы Halliburton деген компания бұл үлкен компания болғандықтан олардың шарттары бар. Шарттарында
ондай нәрсені олар сезсе, естісе, сол сәтте тоғарады қарым-қатынасты. Біреуге жаңағыдай қаражат бердің, бірдеңе қылдың, сырдеңе қылдың, мен егер жолды көрсе, ол сол сәтте тоғарады. Ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, жаңа Halliburtonның үлкен вице-президенті айтқан сөзі бар. Біз үшін дейді ол эксперимент дейді. Сен үшін ол шанс дейді. Мынау істеп жатқан сенің жұмысымыз біз үшін эксперимент, сен үшін шанс дейді. Сондықтан мен ол шансымды жаңағыдай жоғалтқым келген жоқ. Мен тек қана заң аясында дәлелдеуге, жеткізуге тырыстым. Егер құпия болмаса, қанша сізден қаражат талап етті? Мен ондай сөзге жеткізген жоқпын. Жеткізген жоқсыз, бірақ келді сізге. Әлбетте, енді оны жасыруға болмайды. Ол бізде үйреншікті жағдай ма сонда? Иә, бізде үйреншікті жағдай. Мен сосын тағы да бір, біздің жаңағыдай қоғамымыздың ауруы десек болады. Мысалыға, Джо деген ағам бар ғой, жаңағы американдық ағам деп айтамын ғой. Ол кісі 30 миллионды маған бере салды, бұл айтқанда. Бірақ мен долям болсын, менің жеке бірдеңе болсын деп ондай нәрсе айтқан жоқ ол. Айтқан жоқ. Ондай бір даже намегін де берген жоқ. Біздің Қазақстанда өкінішке орай әр жерде лауазымда отырған адамдар қолында жаңағыдай сондай мүмкіншілік болса, мен естіп жатам, бірақ менің өзімде ондай нәрсеге мен жол бере алмаймын, ондай сөз әңгімеге мен кіре алмаймын. Сондай көп мысалдарды мен естідім. Мен қолмен ұстадым, білем деп айта алмаймын, бірақ естідім. Жаңағыдай келіп, жаңағыдай мен саған мынаны берем, сен маған кішігірім жаңа доляны бер, анау бер, мынау бер деген сияқты сондай жұмыстар Қазақстанда ол былай ағылшында айтқанда common дейді. Жалпылама сондай болып кеткен. Көрермендерге түсінікті болсын. Halliburton компаниясының негізгі қызметі қандай? Не өндіреді? Бағанағы енді айта кеттіңіз ғой, мұнай саласы бар, басқасы бар. Соны айта кетсеңіз. Halliburton деген компания бұл 80 елде филиалы бар компания. Мұнай-газ саласында мұнай-газ сервис жасайтын компания. Бұл жаңағы үлкен технологиялық компания. Сосын бұлар жаңағы мұнай-газ саласында жаңағы бұрғылайды. Соның неше түрлі жаңағы құрал саймандарын шығарады, химияларын шығарады. Соның жаңағыдай сервисін жасайды. Бұл жаңағы инженеринг компания дейді ғой. Құрамында қателеспесем 160 мыңдай адам жұмыс істеген. 160 мыңдай. 160 мың. Ол 160 мың барлығы үлкен дәрежелі инженерлер. Бүкіл дүние жүзінде. Сондықтан бұл сондай үлкен алпауыт компания. Ол Қазақстанда ол ең кішкентай не шығар, филиал шығар. Қазақстандағы? Иә. Бірақ өндіріп жатқан мұнайымыз шаш етектен. Иә. Енді ол үлкен жаңағы елдерде жұмыс жасайды, жаңағы Саудияда, Россияда, сосын жаңағыдай Америкасында, Канадасында деген сияқты, Европада деген сияқты елдерде үлкен жұмыс жасайды. Енді Азербайжанда, Өзбекстанда, Түркменстанда. Қазіргі таңда жұмыспен қанша адамды қамтамасыз етіп отырсыз? Біздің группамызда қазір 3,5 мыңнан көп. 3,5 мыңнан көп адам жұмыс істейді. 3,5 мың азамат өзінің отбасын әулетін бағып отыр сіздердің арқаларыңызда. Иә. Жалпы 6 компанияңыз бар. Иә, сол шамалас. Жылдық оборот 100 миллиард теңгеден асады. Иә. Тамаша. Егер жасырын болмаса, жыл сайын салыққа қанша төлейсіз сонда? Ол жасырын емес. Енді біз жаңағы ол жеткілікті шамада біз былтырлары жалпы группамызды жіктесек 200 жаңағыдай бәрін қоссақ топ 200 жаңағы салық төлейтін компаниялар ішіндеміз біз. Қазақстан шартында. Биылдыққа біз одан да үлкен болатын шығармыз. Себебі биылды сомақты 2021-де айтам жаңағы налог төлейтін. Оның результаттары шыққан жоқ. Үлкен сома төлейтін. 4,5-5 миллиард теңгедей.
естідіңіздер ғой, міне 4,5-5 миллиард теңгедей жыл сайын салық төлейді екен, 3,5 мыңға жуық адам жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Елімізде осындай азаматтар көп болу керек. Біз осы кісілерден үлгі алу керекпіз. Әсіресе өскелең жастар Тұрсынбек Қабатовтан, Мейрамбек Беспаевтардан емес. Мен жалпы қателеспесем, сіз Новая Зеландияда ғана болмапсыз. Әлемнің осы 80-ге жуық мемлекетін аралап, сол жақ мәдениетімен танысып шығыпсыз. Өзіңіз айта кетіңізші соны. Мен тек қана Новая Зеландия емес, мен әлемнің 71 мемлекетінде болғам. Қазір ол 71 мемлекетінде болғам. Жаңағы енді жұмыс бабымен мен негізі ешқандай елге жай қыдыру үшін бармаймын. Суретке түсу үшін? Ешқандай ондай бармаймын. Мен ол жерге барған кезде әлбетте мен жаңағы бір қаладан бір қалаға да жай қыдыру үшін бармаймын. Мен қонаққа да жай бір қаладан бір қала бармаймын. Мен әлбетте тағы бір екі жұмыс тауым керекпін. Мен соны жұрттың бәріне айтамын. Құр бірдеңе үшін бір жерге баруға болмайды. Қасыңа досыңмен кездес. Сол жерде бір мекемені көр, бір выставкаға қатыс, мекемеге қатыс, ананы көр, мынаны көр. Болмаса сол шыққан бірге адамдармен әңгімелес деген жаңа мақсат тұтам. Сондықтан ешқандай жерге барғанда мен жаңағыдай құрдан құр сурет үшін, тамақ жеу үшін бармаймын. Сондықтан анау барған жерлерінде мағыналы болсын, естеліктер болсын, сосын көп ойлар, пікірлер менде жаңа самолетте болды. Неге? Самолет енді бір елден бір елге мысалға Европадан Америка ұшқанда жаңағы 10 сағат, 11 сағат, 12 сағат ұшады самолеттер. Қазақстаннан Европаға ұшқанда 5-6-7 сағатта ұшады. Сонда әсіресе Европаның жаңағы авиакомпаниялары, енді Европа деген айтады ғой енді. Бүкіл Европа бір Қазақстаннан әзгантаяқ үлкен ғой. Сол жаңағы бір қаласынан бір елінен бір елге ұшқан кезде арада бірнеше елде ұшасың. Сонда жаңағы пилот не айтады? Мы пролетаем над Прагой дейді. Прага қарасаң, мынандай бір түйір ғана жер ғой. Прагада жаңа 5 миллион халық тұрса, 5 миллион халықтың 50 миллион проблемасы сен үшін жоқ. Бір мағынасыз бір өмір сияқты. Сосын бір сағаттан кейін условно енді білмеймін, Прагадан Венаның үстіне өтесің. Праганың проблемасы жайында қалды. Венаның проблемасы саған түк емес. Сондықтан айтады ғой енді жаңағы проблеманың үстінен қара деп. Кішкене жоғарыла, анадан шық, проблема үстінен қара, жоғарыдан қара. Сонда көресің деген сияқты. Мен сонда жаңа самолетте ары-бері ұшқан кезде көп сондай ойлар келеді. Сол самолетте жаңа кітап оқимын, самолетте ойланамын, самолетте жаңағы фантастикалық киноларды көремін деген сияқты. Сондағы айтпақ болғаным, шет елдерді көрсең, олардың мәдениетін көресің, олардың жаңағы адамға деген қарым-қатынасын көресің. Әр елде әртүрлі. Әр елде әртүрлі. Қазақстаннан басқа әлемнің қай жерлерінде сіздің бизнесіңіз бар? Қытайда бизнесім бар. Қытайда? Иә. Қандай бизнес? Қытайда біз Сауда деген компаниямыз бар. Аты Сауда? Аты Сауда, Гуанчжоу қаласында. Біз сонау Индонезиядан сауда брендінде жаңағы печенье, сосын тағы мен даже білмейді екенмін, сол тамақ өнеркәсібіне байланысты заттарды шығарамыз Индонезиядан. Сөйтіп келіп Қытайда сатамыз. Сосын Аргентинада кішігірім өндірістерден біздің брендіміздің зат шығарып, оны Қытайда сатамыз. Аргентинада өндірістерді Қытайға сатасыз? Иә. Мен айтамын, Қытай деген ол өте үлкен мемлекет қой. Аргентинада неғып жүрсе деген? Енді Аргентинаның өзінің о да үлкен. Аргентина деген ана G20 дейді ғой. Ең 20 елдің қатарындағы мемлекет ол. Сосын Аргентина деген ол 40-шы жылдары дүниенің екінші, үшінші мемлекеті болған ол. Сондықтан Аргентина ол жаңағы бос бір мемлекет емес. Сондықтан сондай бір жаңағы неміз бар, кәсібіміз. Біз Қытайға
Азербайжанның суын сатамыз. Тұра тұрыңыз, мен қорытып алайын. Сіз Қытайға Әзербайжанның суын Қытайға әкеліп сатасыздар? Иә. Яғни сол боржоми сияқты ғой? Иә, боржоми сияқты. Сіз ғана оны сатасыз? Мен ғана сатасыз? Мен басқасы кіргізген ба? кіргізген. Грузиндер, Жоқ. біздің сарыағаш деген сияқты. Қазақ елі үшін қандай игі істер алдағы уақытта жасаймын деп отырсыз өзіңіз? Игі іс деген ол тұрақты болу керек. Игі іс деген бір күн бар, 2 күн болмай, ондай болмайды. Игі іс деген ол тұрақты, әрдайым өзінің программасымен, өзінің сатымен болу керек. Сондықтан мен Қазақстанда істеп жатқан бірнеше қорларға, олардың істеп жатқан тірліктеріне жаңағыдай ырза болғандықтан, оларға жылда жаңағыдай өзімнің жағымнан көмегімді беріп жаттым. Олар жаңағы қазақтың балдарына, дарынды балдарына стипендия, олар оқысын деген. Сосын жаңағы қазақтың ауылдың балдарына жаңағыдай мектептің балдары ЕНТ-ға дайындық оқу білім орталықтары бар. Соларға көмектесеміз. Олар өздігімен дайындалып, ЕНТ-сінің грантын алып, ары қарай университетке түсіп кетсін деген шамамен. Сосын біздің өзіміздің компания болып, мынау Алматы қаласында мектеп соғып жатырмыз. Сол Құдай қаласа осы жылдың соңына таман бітіріп қалсақ, оны да мен жалғыз емес, оны да жора жолдастарымызбен, таныстарымызбен бірігіп, асарласып, мектепті соғып, білім орталығына береміз. Осымен профессионал түрде айналысатын қорларға беріп, олар ары қарай жұмысын жасайды. Жұмабек мырза көптеген шаруаны айтпай көрсетпей жасайды дейді. Мысалға өзіңіз білесіз ғой, біреу қазір қой сойса да қой сойғанын жарнамалайтын болды ғой. Мысалға өзіңіз осы күнге дейін мыңдаған жастарға бағанағы білім грантын беріп, әлемдегі ең мықты университеттерге түсуге атсалысып жатыр екенсіз. Мен спортшыларды басқаны қолдағаныңызды айтпай қояйын. Осы жағын тоқталып айта кетіңізші, енді неге айтпасқа? Ел білсін. Енді мына нәрсе ғой, Нұрсейіт бауырым, енді бұл медиаға шықтық деп бәрін паш ете берген дұрыс емес. Негізі қайырымдылық нәрсені бір қолың жасаған, екінші қолың білмеу керек. Оны жаңағыдай мұрша болды деп бәрін айта бергеннің меніңше бір қатты бір ләзім көріп тұрған жоқпын. Ол істеп жатқан тірлігіміз, қазағымыз үшін, еліміз үшін бір жарқыны, болашағына септік тиіп жатса, мен соған ырзамын. Оны қатты бір ашып төгіп жатқым келмейді. Мысалға Дубайды алып қарайықшы. Қызылорда облысының өндіріп жатқан мұнайын өндіреді. Біздің енді батыста өндіріліп жатқан басқа мұнайларды айтпай қойық. Дұрыс қой, енді бір асырамыз алдық, шүкір, әйтеуір дамып келе жатырмыз. 30 елдің қатарына қосыламыз деп, әйтеуір дамыған елдерге пара-пар келеміз деп, өкінішке орай шынайы бет-бейнеміз ашылып жатыр. Неге бізде осындай деңгейге түсіп кеттік? Уранымызды айтпай қойын, алтынымызды айтпай қойын, мұнайымызды айтпай қойын, жалпы Менделеев естесіндегі қазба байлықтардың барлығы тұрған кезде неге осындай бір жетім баланың күнін кешіп жүрміз? Голландский болезнь деген бар, термин бар, сол казахский болезнь деген терминде шыққан. Біз оның енді бұлай нағыз анықтамасын білмеймін, бірақ бізде көп нәрсе ескі плановый экономика деді ғой, өтірік қағаздар, өтірік көрсеткіштер, қырып жойып жатыр деген нәрселер, ол бюрократияның ішінде де болып жатыр, астында түскен акиматтарда да болып жатыр, мектептің нелерінде де болып жатыр. Біз тек қана пажарды өшірумен ғана жүрдік та, тек қана пажарды өшірумен жүрдік. Соған біз адаптировать етіп алдық, соған біз иемденіп алдық. Тура сол системамен сен тимесең мен тиме деп солай келе бердік. Сыртымыз бүтін, ішіміз түтін болып солай келіп қалдық. Енді бұл жерден шындап келген кезде 1, 2, 3, 4, 10 адамды кінәлауға болмайды. Бұл жерде барлығымыз кінәліміз. Бұл жерде Нұрсейіт сен де кінәлісің, мен де кінәлімін. Мысалы қай жағынан біз не кінә жібердік?
Біз талап ете алмадық, сұрай алмадық, мектепте дұрыс оқи алмадық. Кәсіпкеріміз жаңа бір кәсіпорын ашқысы келмеді. Жаңағы былай айтқанда комфортный зонада отырып алғысы келді. Жаңа ресторан ашқысы келді, баня ашқысы келді, там не знаю, сондай нәрсе ашқысы келді. Бір жаңа бір өндіріс ашу үшін талпынған жоқ, өзі көрсете алған жоқ, арқасында жүрген жоқ. Әркімнің дәрежесіне қарай деймін да. Ең жаңағы негізі жаңағыда енді оны барлық нәрсені тек қана жаңағы 5, 6, 10, 20, 100 адам кінәлі деп, қалған бәрі кінәсі де болмайды. Мен айтамын, әркім өзінің жағдайына қарай, өзінің дәрежесіне қарай біздің қоғамымыздың осындай халге түскені, біз барлығымыздың өзіміз кішкентай болса біздің кінәміз бар деп ойлаймын. Енді айтылмаған сөз жетінбейді ғой. Талап еткен ағаларымыз бар еді. Өз-өздеріне шүре тартып дүниеден өтіп кетіп жатыр. Иә. Ондай да мысалдар болды. Тарих жоққа шығармайды ғой. Иә, он тарих оны жоққа шығармайды. Енді оқиғалармен кетіп қалып жатыр. Иә, ол ондай болған оқиғаларға уақыт жаңағы судья дейді ғой. Оны жасаған адам, меніңше, әлбетте бұл дүниеде болмаса, ол дүниеде ол жауабын береді. Қазақстан үшін жаңағыдай шын көңілмен, шын пейілмен жұмыс істеген адамдардың өмірін қию. Сосын жаңағы өдіне бөгет болып, оның жасаған адамдар, ол адамдардың жаңағыдай бір келешегі, ұрпағы жақсы болады мен сенбеймін. Мен сізге жаңағыдай бір өмірде енді күнделікті өмірде естіп жатырмыз ғой. Әп-әдемі жігіт, семьясы да әдемі, бақуатты, аяқ астынан өліп кете салады. Бір апат бола салады. Сөйтіп қарасаң, оның інісі де сол апаттан өлген, ағасы да, әкесі де солай болған. Сондай бір жайттар болады. Ол неге болып жатыр? Мен білмеймін. Сосын жаңағыда естіп жатамыз, енді ол қаншалықты дұрыс өтірік білмеймін. Көп деген жаңағы семьяларда үлкен лауазымда жүрген ағаларымыздың, көкелерімізде бәрі керемет деген нәрсе жоқ. Олар да жаңағыдай бір болып жатқан теріс нәрселерді, мысалға семьясында ауру зақым болып қалса, сондай бір нәрселердің неге болып жатқанын біз ойлануымыз керек. Себебі біздің отанымыз Қазақстан, біздің жеріміз Қазақстан, біз Қазақстанымызды қалай жарқын қыламыз деп бәріміз ойлануымыз керек. Бәріміз оянуымыз керек. Бәріміз бір ауыздан жаңағыдай сен тимесең мен тиме деп, ол анаған қатысты, мынаған қатысты деп жүрген ол болмас. Жаңағы мысалға сен анау ағамызды айтып жатсыз ғой, Нұрғаділов ағамызды. Ол кісіні мен сұхбаттас болғам. Заманбек Нұрғаділовпен. Иә, Заманбек Нұрғаділовпен ол кісінің мен кабинетінде болғам. Өте сондай бір мықты кісі болатын. Мен ол кісімен жаңағыдай бір жағдайлармен танысып, жаңағы ол кісінің гүр-гүр дауысын естіп деген сияқты. Мен замандас болғам, сұхбаттасқам, шайын ішкем жұмыс орнында. Сол көз бір еске түсіріңізші. Енді мен ол кісі деген жаңағыдай сондай бір айтқаннан қайтпайтын. Бір беткей. Бір беткей. Шыншыл. Мен айттым, осылай болады, бітті. Мен айттым, осылай болады дейтін болды. Ол кезде мен жас едім ғой. Ол қай жылдары, ол 97-8 сол жылдары Алматы облысының әкімі еді ғой. 21-22 жасыңыз, шамасы? Иә, сол кездерде жаңағыда бір сол кездерде бір Франциядан келген инвесторлардың жігін көтеріп, ол кісімен сондай әңгіме болып жүрген жаңағы. Қай жағынан бір 21 жасыңызда Франциядан келген кісілермен? Иә. Сол кезде ағамызбен таныстыңыз? Иә, сол кезде кабинетіне кіргенімізде, мен енді қысқа мерзімде сонымен ол проект болмай қойды, бірақ сондай бір не болған. Жаңағы талаптыға нұр жауар деп қазақ бабамыз құрдан құрайтып апты ғой. Сондай бір жағдай болған. Жатқан жер жайлы болсын. Жатқан жер жайлы болсын, иә. Расында қазақтың арда туған азаматтарының бірі ғой. Оны жоққа шығаруға болмайды. Иә, болған нәрсе. Иә. Енді бізде мынау парақор жүйенің асқынған соншалықты, бүгін бала дүниеге келсе,
50 жылдан кейін сол баланы дүниеге келген кезде де ауруханадан ақшамен шығарып аламыз, 5-10 теңге беріп врачтарға. Кейін 50 жылдан кейін дүниеден өткеннен кейін моргтан алғаннан кейін моргқа да ақша береміз. Қазғаны бар, анау бар, мынау бар. Барлық ақша болып кетті. Ортадағы промежутокты айтпай ақ қояйын, 50 жылда қайқа не беретінін. Қайқа бара жатырмыз біз. Болашақ қалай болады? Кез келген елдің, дүниеде қанша ел болса, кез келген елдің мақсаты сол елдің байлары көп болсын, кедейлері аз болсын деген не бар жаңағы. Ұстаным бар. Енді бүкіл мемлекеттердің несі жол сол. Байлары көп болсын, кедейлері аз болсын. Сосын екінші оның жаңағы тармағы ретінде кедей де бай да сауатты болсын. Ол не деген сөз? Жаңағы кедей болса да сауатты болсын. Мемлекет оған жаңағыдай үшінші тармағы олар денсаулығы мықты болсын, кедей болса да. Сондай кете береді. Сол категорияда біз қай жердеміз, соны біз жаңағыдай өз-өзімізден сұрауымыз керек. Біздің байымыз санаулы, кедейіміз көп. Ол бірінші параметр. Екінші бір қаншалықты біздің денсаулығымыз қандай, қаншалықты біздің біліміміз қандай. Ол жаңа тармақтарын аша берсек, біз өкінішке орай бүкіл салаларда біз өте жаңағы төмендегі елдердің қатарындамыз. Бизнесті жасайтын қолайлы заңдарды қабылдау керек өкімет. Мен соны өзім лично қанша рет жиналыста болып, в общем, енді прям қырылыс-қыла жаздым осы жерде. Мен жеткізе алмай қойдым соны. Мен айтам, бір вагон болмаса бір мәшине Қазақстан өтті де бензин сатып алды. Темір жолдың тарифін төледі, болды, бітті ма сонымен? Мен айтам, ол жерде қазақ компаниялары Қытайдың затын жылып алып, бүкіл дүниеге сату керек қой. Соның заңнамасын жасайық та. Соны келтірсеңдерші, мысалға сол Бельгия демекші, Бельгияда 10 миллион халық тұрады. 500 миллиард евро экспорты бар. Біздің Қазақстан бүкіл мұнай газымызды сатамыз, бір құдай-ау, білмеймін, бір 60-70 миллиард доллар мұнай газбен алтын темір сатады. Ана жерде 500 миллиард доллар зат сатады. Сондағы ол күйдіргілер бүкіл дүниесінен алып келеді. Оның жаңағы Роттердамдағы порты бар, анда таратады, мында таратады. Оның бәрін кім жасайды? Оның бәрін жаңағы жас кәсіпкерлер жасайды. Жаңағы анау еккелеген белгістер ғой, сол сияқтылар жасайды. Мен соны жаңағы Астанадан осыдан жаңағы 3-4 жыл бұрын ба, 5 жыл бұрын ба, сол жаңағы тура премьер-министрға шыққам. Енді мен жүзеге асыра алмадым. Соны айғайлап, сол кезде енді сол премьердің несінде, жиналысында атамекенмен қырылысып қалдық қой. Сөйтіп мен есіме түсіріп жібердім ғой. Сөйтіп жаңағы сол кездегі вице-премьер-министр мырза, сендер өздерің келісіп алсаңдар деп. Жаңағы бизнесмендер сендер неғып өздері келісе алмайсың деп. Сосын жаңағы мен жынданғаным сонша, ана атамекен өкіл тура сол министрдің, премьердің алдында прям шапалақтағым келді ғой. Мен не айтып жатырмын, олар не айтып жатыр. Сондықтан енді мен жаңағы бір жаман бір соны оқиғаны қозғап жүрдім. Сондықтан мен әлі де айтам. Мысалға үлкен Сингапур, Гонконг, мысалға Дубай. Олардың бәрі транзит бизнес жасағанда ол тек қана сен жолы кетсін деп отырмайды. Ол жерде фирмалар бар, компаниялар бар, ол затты алып келіп жатады, банктан ақша келіп жатады, оны жаңағы анаяқа жіберіп жатады, сосын жұмысшы орындары бар, жаңағы кейбір жерлеріне жаңағы кейбір өндірістер жасайды. Мысалға анау Роттердам деген жерде, Голландияда, Қытайдан бүкіл химияны, мұнай газ саласын алып келеді да, сол жерде перефасовка жасайды, керек болса кейбір химияны қосайды, басқа тарифка жасайды, бірдеңе жасайды. Ана добавленный стоимость дейді ғой, құнын жоғарылатады да, бүкіл дүниеден сатады. Титіндей Голландияның халқы білмеймін, 10 миллион халқы бар шығар. Титінде 10 миллион халқы бар. Голландияда бір 5-600 миллиард евро зат сатады. Ол 5-600 миллиард заттың бәрін өздері шығармайды ол. Бір жерден алып бір жерге сатып жатады.
Оның үстінде қалған табыс, оның үстінде қалған налогтың бәрі сол жерде қалады. Мен соны, тура осыны неде айтқам. Жаңағы бір жиналыста. Иә, соны, в общем, бір ғана сөзіңіз бөлейін, мысалға қараңызшы, Тайваньды алып қайықшы. Талғар ауданы сияқты жер көлемі. Одан да кішкене жер. Иә, 21 миллион халық өмір сүреді. Мына айфонның ішкі құрылысын бәрін осылар жасайды. Ертең Тайваньдар бірдеңе болып қалатын болса, тайвандықтар, онда мына Apple-дің өз банкротқа шығады. Байлап тастаған. Мысалы. Жоқ, мүмкіншілік өте көп. Мен сізге айтайын, Россияның там, не знаю, там анау несін, шынылар бар ма? Шыны, Россияда үлкен заводтар бар. Россияның шыныларын Латинский Америкаға Түркияның компаниясы сатады ғой. Латин қайда, орыстар қайда, түріктер қайда. Мен сондай бір жиналыс, оны мен білем. Сонда мен жиналыс, мен айтам, түркің деген орысша да білмей ғой деймін да. Түрік Airlines аман болсын деп жүр. Сендер қақты жүрсіңдер сендер деп жаңағыдай. Сондай бір айтатын бар да жаңағыдай бір өкінішке орайды. Сондықтан еліміз, жеріміз әлбетте. Әр қазақ, әр кәсіпкер егер шыртта, шетте жұмыс жасай алса, оны дамыта алса, онда ол жаңағыдай бір қазақ үстіне, қазақ еліне деген имидж ғой. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Тимур Құлыбаев өзінің жылы орнын босатты. Енді таптырмайтын кресло ғой. Неге кетуі мүмкін деп ойлайсыз? Бұл жерде қандай астар жатыр? Мен Нұрсейд оның астарын қатты қазбалағым жоқ. Себебі оның не ойда қалай жүргенін мен білмеймін. Бірақ мен айтайын дегенім мынау. Ұлттық палатасының төрағасы деген ондай жаңа кресло, ол қоғамдық жұмыс. Ол айлық алатын, ақша табатын жұмыс емес ол. Жаңағы сол лауазымды айтам. Кім келсе де ол жерге, мәслихат депутат сияқты. Мәслихат депутат сияқты. Ол жерге келген адам қоғам үшін, ел үшін аянбай қызмет ету керек. Тегін қызмет жасайды. Тегін қызмет ету керек, аянбай қызмет жасау керек. Ол жер бір жаңағы бір саяси аренаға шығып алып, жаңағыдай лайлым жүргенге болмайды. Сондықтан ол жерге жаңағыдай алдындағы Тимур мырзаның ол жерден кетуі, келуі деген жаңағы мен тағы да бір нәрсе айтайын. Атамекен ұлттық палатасы ол Тимур Құлыбаевтан бұрында болған. Оның алдында қанша жылдан бері келетқан ол жаңағы мекеме. Сондықтан ол жаңағыдай орын ауысуы, сосын ол жерге білікті, жанашыр, тәжірибесі бар адамдар келіп ары қарай жұмыс жасап кетсе, сонда ол жаңағыдай бір орнына келеді деп ойлаймын. Сондықтан ол тек қана Құлыбаевтың жаңағы тартып алған, иемдеп алған бір креслосы емес ол. Ол жерде бір жаңағыдай жұмыс жасалатын жер. Ал қаншалықты жұмыс жасалды, жасамады, оны да уақыт көрсетеді. Марғұлан Сейсенбаев былай дейді. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасын тақыр жерден шөп шығаратын Жұмабек Жанықұловтай азаматтар басқару керек дейді. Яғни сізді айтып жатыр ғой. Оқыдыңыз ба, оқымадыңыз ба? Қандай күйдесіз? Не айтасыз өзіңіз? Мен оқыдым. Ол мақаланы Марғұлан ағаның ол пікірін жаңағы енді ол кісі үлкен ер азаматы, елдің азаматы, көпті көрген, көпті білген деген сияқты ол кісінің жаңағы пікірі. Енді жаңағы айтып кеткенде ол қоғамдық жұмыс. Егер жаңағы кәсіпкерлер Қазақстанның жалпы қоғамы егер сол талапта болса, мен жаңағы елім үшін, жерім үшін, кәсіпкерлер қоғамы үшін жаңағыдай өз үлесімді қосуға мен дайынмын. Тегін жұмыс жасауға. Тегін жұмысы. Ол жерде жаңағыдай тағы айтып кетдім, ол жерде бір ақша табатын, бір айлық алатын бұл ондай жұмыс емес. Ол нағыз қоғамдық жұмыс. Оның аты солай. Ол қоғамдық жұмыс. Жаңағыдай кәсіпкерліктердің жағдайын бүгінгі күні, кешегі күннен дұрыс болсын деген
Сондай оның несі мақсаты. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы сіз болды деп елестетейік көзге. Өзгеріп шыға кетпейсіз ба? Қызмет жалпы адамды өзгертеді ғой. Анау мынандай сөз бар дейді ғой, адам қазақта сөзі жаңағы. Ол енді бұған қаншалықты сәйкес екенін білмеймін жаңағы. 30-ында орда бұзып алған 40-ында атасын басын жасай ма деген сияқты. Біз 40-та асып кеттік. Сондықтан біз өзгере алатын шамада емеспіз. Біз жаңағыдай біз осы қалпымызбен, осы формамызбен, осы принципімізбен ары қарай өзімізді жаңағыдай көрсетуге дайынбыз. Біздің жаңағыдай жалақылық болып, екі жүзділік болуға біздің ондай бір ниетімізде, мүмкіншілігімізде жоқ. Ондай түрлі адамдарға жатпаймын мен. Сіз мақтаншақсыз ба? Оны мен айта алмаймын. Оны мен айналамдағы маған жаңағы сөз өте алатын адамдар айта алады. Сондықтан жаңағы мен мақтаншақпын или мақтаншақ емеспін деп айту қиын. Себебі менің жаңағы достарым, айналым мен туралы қалай ойлайды мен білмеймін. Мысалға мен мақтаншақ емеспін десем, біреу жоқ сен мына істеп жатқан әрекетің мақтаншақтың тілігі деуі мүмкін. Сондықтан ол мен жақтан ол бағаланатын нәрсе емес. Сіздің өмірдегі басты жетістігіңіз неде? Өмірімдегі басты жетістігім. Құдайға шүкір, осы уақытқа шейін денім сау. Елім тәуелсіз. Біз осы елдің көк байрағы желбіреген еліміздің азаматымыз. Қазақ болып туылғаным менің жетістігім. Сол бағандай. Бойыңыздағы үш кемшілігіңізді атап кетсеңіз. Үш кемшілігім. Енді мен жаңағы кемсізін деп айта алмаймын. Менде кемшілік деген өте көп. Ол үш-ақ қана емес. Оның жаңағы кемшіліктің үлкені кішісі де болмайды. Кемшілік кейбір кезде жаңағыдай сезон сияқты өзгере береді. Жазда мынау, қыста мынау, көктемде басқа деген сияқты. Ол енді ол кемшілігімізбен әрқашан күресудеміз. Бірақ мен жаңағыдай ең кемшілікпен қоса бір өзіме өкінетін бір жайтым бар. Мынау Казгуда прикладной математикада оқып жүрген кезде теория вероятности деген сабақ болатын. Сол теория вероятности деген сабақта біздің Альжанова деген апайымыз болатын. Ол кезде доктор математических наук. Сол теория вероятности сабағына келді де бірінші сабақта мындай есеп бар. Осыны шығарсаңдар, соны шығарған адам или соның бір ретін былай жөнін білген адам менің сабағыма келмей қойсын. Түбінде 5 алады деді, сөйтіп айтты. Сонда біз жаңағы сол сабақта отыр, бәріміз жаңағыдай сол есепті шығардық. Ол теория вероятностьта есеп шығару деген ол жаңағыдай бір бағытты анықтау. Сол жаңағыдай бағытты дұрыстап анықтаған кезде жаңағы апайымыз, я сенікі дұрыс деді. Сонда мен абай жарайды, мен кетіп қалдым. Сонда мен жаңағы теория вероятности деген ол математика ғылымының ішінде ең қиын тармағы ол. Мен соны оқи алмай кеткенім өкінем. Соны біле алмай кеткенім өкінем. Бірақ нәтижесі 5 болғанмен, негізінде ол сабақтың мәнін, қырын, сырын сол кей білмей кеттім. Мен жаңағы өмірімдегі ең үлкен өкінішім сол. Өмірде бақытсыз адамдарды көрген кезде қандай ақыл айтқыңыз келеді? Бақытты қуалау керек деп. Бақытсызбын деп түңілге болмайды. Бақыттың арқасынан жүгіру керек. Бақыт деген ол далада жатқан, бір жерде жатқан дүние емес. Оның арқасынан қуалау керек, жүгіру керек. Бақытты жаңағыдай, не дейді жаңағыдай, күшпен алу керек. Жетістікпен алу керек. Ынтамен алу керек. Жігермен алу керек. Нұрсұлтан Назарбаевтың
қос күйеу балалары Қайрат Шәріпбаев пен Димаш Досанов та Қазақгаз және Қазтрансойл ұлттық компанияларының басқарма төрағалары қызметінен кетті. Олардың кетуінде қандай гәп болуы мүмкін? Мен ол кісілерді танымаймын. Жеке ешқашан бір кездесіп сұхбаттасқан емеспін. Екіншіден енді ол ешкімге жасырын тұр емес. Бұл меніңше Тоқаев мырзаның қабылдаған шешімдері. Мынау бұлай болсын, мынау бұлай болсын деп. Оның қандай оның астары барын, оны саясат мамандар жасасын. Осыған байланысты мен кішкентай бір не айтқым келеді. Мысалға, сіз журналист мамансыз. Мен сізден Лагранж теоремасын сұрасам, сіз жауап бересіз бе маған? Айта алмайсыз. Бізде өкінішке орай кез келген адам саясаткер, кез келген адам дінтанушы. Менің айтпақ болғаным, әр адам өзін маманын жасау керек. Мені көшедегі адамнан жаңағы Лагранж теоремасын сұрамасам жауап бере алмайды ғой. Не дейді? Білмеймін дейді. Ол даже бір сөйлем құра алмайды. Не то, что жауап берді, бір сөйлем құра алмайды. Не екенін де білмейді оны. Бұл сұрақтың төркіні мынандай еді. Қазақгаз бен Қазтрансойл ұлттық компаниялар, сіз енді сол саланың мамансыз ғой. Мұнай-газ ғой сіздікі. Сол себептен өзіңізден сұрап жатқаным. Және де бабаларым жақсы айтып кеткен ғой. Көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дейді. Сіз көпті көрген азаматсыз ғой. Бұл салада кімнің қармағына қандай балық түсіп отқанын жақсы білесіз. Сондықтан бұл сұрақты сізге қоймаса, мына көріп отқан көзі қарақты көрермен маған ренжуі мүмкін. Дұрыс айтасыз, дұрыс. Әлде сұрауға дәтің шыдамады ма? Ол қорқатын несі бар, бар нәрсе ғой. 162 адам байлықтың жартысын иеленіп отыр деді президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев. Сонда 162 адамнан басқалары адам емес пе Қазақстанда? Солар ғана барлығын билеп төстеу керек па? Әлде қалғандары соларға құл болып қызмет жасау керек па? Жоқ, ондай нәрсе болмау керек. Біріншіден. Екіншіден, мынау математикада мынандай бір не бар? Сандарды анализ жасау бар да. Ол қай тұрғыдан қарасаң, оны бұрмалай бересің. Оны жасаған жаңағыдай критерийлер қарау керек. Ол енді бұлай үлкен лозунгтағы әңгіме ғой. 162 адамға жаңағы Қазақстан байлығының 50%-ын бере қалды, ала қалды деген нәрсе, ол шошындыратын нәрсе ол. Ол нәрсе болмау керек. Ол әділетсіз. Екіншіден, сол жаңағы критерийлерді мен көре алмадым. Мен оның қай саламен, қандай критерийлермен жасағанды да көре алмадым. Сондықтан ол кішкене ашылса, неге олай болып жатқаны, неге сондай болса, ол тереңірек оны әңгімелесуге болар еді. Бірақ мен айтып кетерім, Нұрсейіт, ол дұрыс емес. Ондай болмау керек. 162 адам аяғы аспаннан түсе қалды ма? Ол 162 адам бірдеңке жасады ма? Бір қойыс қолымен жаңа мекемелер ашты ма, или болмаса басқа нәрсе жасады ма, жасамады, оны анықтау керек, білу керек. Сосын ғана оның жаңағыдай критерийлерден кейін оны талқылап айтуға болады. Мен өзім өз ұстаным бойынша дәлелденмеген, өзім нақты білмеген нәрсені бетіп ашып төгіп айта бергім келмейді. Демек, Аргентинада бизнесіңіз бар, Бельгияда бизнесіңіз бар, Қытайда бизнесіңіз бар, Францияда бизнесім бар. Францияда бизнесіңіз қандай? Францияда бизнес киім шығарамыз. Киім шығарасыз. Иә, жоқта менің партнерім бар. Мен қателеспесем, сіз үстіңіздегі киімді құрдан құр киіп отқан жоқсыз. Иә, құрдан құр киіп отқан жоқпын. Осы яғни патриот, камера қаншалықты көрінетінін білмеймін. Осы қазақ елі, яғни Францияда. Иә, Францияда тігіледі. Бұны сіз экспортқа қайда шығарып отырсыз? Біз оны Монако, біздің Ниццада магазиніміз бар. Ниццада, сосын Монакода магазиніміз бар. Сосын бізде Алматыда саксты сатамыз. Сосын онлайн сатамыз. Демек, Монакода біздің қазақ елінің киімі? Неліктен сіз Францияда тіктіртіп жатсыз? Менің партнерім бар, сонда Мади деген. Мынандай жігіт, патриот, елдің тамаша азаматы. Бірге оқығанбыз мектепте. Ол сонда
бала шағасымен өмір сүреді сол жақта жаңағы осы бизнеспен. Мен оның жаңағы партнерім. 6 компания Қазақстанда бар, сосын сыртқы әлемде тағы бір 5-6 компания бар. Общий 11 компаниясы де. Сондай компаниялар бар. Мен сізден екінші мәрте сұхбат алмауым мүмкін, өйткені сіздің әрбір сағатыңыз құнды. Нақты сұраққа нақты жауап беруге тырысыңызшы. Жылдық табысыңыз қанша өзіңіздің? Бала шағаның несібесі деп отырған. Ол сұрақ керек па? Ол сұрақтың жауабы керек па? Жауабы керек. Жылдық табысымыз біздің жеткілікті? Жоқ, өзіңіздің. Жеке. Жеке аға. Жүріп тұруыңызға чай болды. Мен жаңағы мынандай ұстаным бар. Мен бала шағамның рызық нәпақасын қойылған стандарттан кем жібермеймін. Ол өзінің стандартына тұру керек. Оның сыртындағы ақшаның барлығын мен өндіріске, қайтадан бизнеске жаңағы қайырымдылық қолдарына беремін. Шамамен қанша түседі сонда сізде бір жылда? Ол керек емес сияқты. 10 миллиард теңге. 100 миллиард теңге. Ол 100 миллиард деген ол не ғой? Ол оборот қой ол. Ол табыс емес. Ол деген 1 миллиард теңге табыс. Тауып отырсыз. Тамаша. Сұрақ. Мына карта мен өзім камера қаншалықты көрінетінін білмеймін, шетінен түсіру керек сияқты. 3D вариант екен, иә? Бұндай картаны өз басым бірінші көріп отырмын. Бұны қай жақтан алатыныңыз? Бұны менің бір ағам бар, темір жол саласында жұмыс жасайды. Сол ағам жаңағыдай кабинетінде көріп қалдым. Сосын ол ағам айттым, мына картаны маған да керек деп. Сөйтіп бұны Россияда жасайды. Бұл жерде Қазақстан, сосын айналасындағы елдердің темір жол тармақтарын прямо кішкентай станцияларына шейін белгіленіп қойған, сонда анық сондай бір не карта. Бұндай карта өте біреу-екеу ғана шығар, басқа жоқ. Әлемде. Иә, жоқ бұндай карта. Сіз нені кешірмейсіз өмірде? Мен барлық нәрсені кешіремін. Кешірімсіз. Кешірім. Себебі мен кешірсем, мені де кешіреді деп ойлаймын. Өзіңіз әнде айтады екенсіз. Дауысыңыздың шеберлігін естіп таң қалдым. Ол кісілердің алтын тойы болған кезде, яғни отасқандарына 50 жыл болған кезде, сіз соны айтқан кезде, енді көпшілік комментарияда жалпы жылап жатыр. Ырза бол. Әкеден асқан асып туған ұл екен дейді сізді. Иншалла, солай болсын. Нақты сұрақ қойын сізге. Енді осы көз түрсінде әкеңіз үшін не жасап кете алмадым деп ойлайсыз? Кез келген баланың бір түпкі мақсат, түпкі арманы бар ғой, әттеген айы бар. Өте қиын сұрақ, Нұрсейіт. Мен ешқандай бала өзінің әкесінің қай жаста болсын кеткенін қаламайды. Сондықтан біріншісі жаңа әкеміздің тірі болғанын қанша дегенмен асқар тауымыз қалайды. Бала да қарайды, семьясы да жаңағы балалары қыздар деген сияқты. Сондықтан біріншіден әкеміздің арамызда болған денсаулығың болғанын қалаушы едік. Екіншіден әкеміз өзін бақыттым деп есептейтін. Әкем менің әкем емес, әкемнің маған жасағанын айтқым келеді. Анау жаңа айттым ғой, ауылда агроном болып жүрген кезде, бір совхоздың директор болып жүрген кезде, ол кезде 10-12 жасының кезінде
өздерінің жаңағы жиналыстарына мен мектептің тыста мені қасына алып баратын. Сөйтіп сол жиындарда мен отыратын. Сөйтіп олар жаңағыдай әңгімелеседі, жұмыс бабымен сөйлеседі, үйтеді. Сонда менің папам, әкем сол жиындарға жиі апаратын. Сосын сол үрдісті мен өз балаларыма да жасаймын. Мектептің тысында балаларымды мен шетелге командировкаға барсам да, олардың кезегі бар. Өздері біледі кезектерін. Мен мысалға шетелдік командировка болсам, қай балам кезегі болса, сол баламен бірге барады. Келесі баланың кезегі болса, сол бала барады. Сөйтіп мен бұларды өзімен бірге бір-бірлеп жаңағыдай әкемнің маған жасаған жаңағыдай жақсылықтарын мен өз балаларыма жасап жүрмін. Сондықтан Құдай қаласа жаны жаннаттан табылсын. Әкеміз ол кісі өзін барлық нәрсені көрдім, барлық нәрсені сездім. Құдайға шүкір, қолымнан келген балаларына барлық нәрсені жақсадым. Ешкімге жамандық жасаған жоқпын деп солай өтті. Сондықтан мен жаңағы ағайынды, мен бауырларым бәріміз әкемізбен мақтан тұтып солай. Қателеспесем, былтыр ковидтен қайтыс болды. Ковидтің әсерінен қайтыс болды. Солай болды. Қолдан келетін шараның бәрін жасадыңыз ба? Қолдан келетін барлық нәрсені жасадық. Сосын ол індет ауыр тиді ғой барлығына. Ол індет жаңағыдай хаос болып жатты ғой. Не істерін білмейтін. Қалай емдейтін, не үшін емдейтін деген сияқты. Бірақ өзім қолымнан шығарып салдым. 5 сағат басында отырып шақыратын келтіріп өзім қолымнан шығарып салдым. Мен шыдайын деп едім, шыдатпадым. Сондай болды. Жатқан жер жайлы болсын, иманды болсын. Амин. Енді өткенде еске алғанда жақсы ғой. Әкеңіздің соңғы бір бейнесін айта кетіңізші. Әкем биыл 22 жылы 80-ге толу керек болатын. 79 жасында қайтыс болды. Сөйтіп кішкене жаңағыдай үйдің ішінде жүріп құлап қалады да жамбасын сындырып алады. Сөйтіп ол жамбасын барып жаңағыдай больницаға жатып операция жасап жаңағыдай қайтып оны аяғына түзеген кезде басқа енді үлкен кісі болғаннан кейін басқа жақтары шыға бастады. Басқа аурулар деген сияқты. Сөйтіп мен көмекке звондайтын. Сөйтіп айтатын: "Көке, шыда. Шыда. Жүр. Шыда. Көрсет" деп. Біз әлі той жасауымыз керек деп жаңа. Сөйтіп жаңағы туған күні 16 апрель болатын. Қайтқан күні 30 апрель. 16 апрель күні мен жаңа көйлек апардым ауылға. Сол кезде орнынан тұрып кетті.
кетті да, отырды. Сөйтті да, қораның ішінде айтып отыр. Сөйтіп, жаңағы, кәдімгі мен деген ырза болып қалдым. Қасында ешкім жоқ, өзі отырып алды. Біз енді мамам, ол жаңағы, дейді, деп жаңағы, сен кеше ғана жүре алмай жатқан шал қайда кеттің деп жаңағыдай сөйтіп қатты қораның ішіне айдап отыр. Сөйтіп қарасам, столбаға қарай кетіп бара жатыр. Ұр дедім әкесін, ұр дедім. Сөйтіп соқты жаңағы машинаны. Молодец дедім. Жаңағыдай. Жарайсың дедім жаңағы. Сөйтіп жаңағы бірдеңкені сөйтіп жаңағы үрейленіп шығып, жаңағы шығарып, кейін жүріп кетті. Сөлмәс еді. Машинадан шыққаннан кейін. Болды, қоясыз. Болды десейші. Қазір тиеді ғой, әділ. Айттым ғой. Ой, тоқта десей. Болды, тоқта өзің айдаш. Ой, жан-жағына қарамайды ғой, жоқ оқылам. Ана қарасаң, келген 5 минут болған. Мен жүрегім шүкірден. Соққанда қатты соққан жоқ, жаңағыдай бір шетін жаңағы сырып деген сияқты, бірақ соқ деп жаңағыдай. Мен қайтпа деп не қылып тұрмын ғой. Сөйтіп жаңағыдай. Сол емес еді. Есімде қалды. Кез келген адам үшін әке асқақтау ғой. Сондықтан. Сұхбатқа уақыт бөлгеніңізге алғысым шексіз. Көп рахмет өзіңізге. Әттең осы бір сұрақты қоймады. Осы сұрақтың жауабын айтқым келіп еді деп отырған жоқсыз ба? Жоқ. Бәрі орнымен шығар, ретімен шығар. Айтылмаған нәрсе, демек айтылмау керек шығар. Әлі уақыт емес, иә? Рахмет сізге. Саған рахмет. Тоңдыңыз ғой әбден, жаурап қалдым. Жаурап қалдым.